tasсын bugün Jirkemерден. Toy boldu jurt айтысқа bir kеңелген. 3 gün toylап жатырмыз құрбан айтты. Алланың нығметі бұл бізге берген. Шалынған құрбандығың қабыл болсын, бауырлар тату болсын дінде жүрген. Ассалаумағалейкум абзал елім, қырандай қос қанатын күнге керген. Дүйсенбайдың асына жиналыпты, ақындар сөзге шешен тілге мерген. Айналдым өздеріңдей абзал елден, Дүйсенбайдай ақының ардақтаған, айналдым өздеріңдей іргел елден. Жанарқа тойларыңыз еу құтты болсын, құрбан айт мейрамымен бірге келген ай ей Көгінен күлімдеген күн кетпеген, мақтауға Жаңарқаны тіл жетпеген. Дүйсекеңе бағыштады Құран дұға, пайғамбар салып кеткен сүннетпенен. Ерсін міне айтысты жүргізуде, ұстазға қызмет қылу міндеттеген. Гүлбараштай осында анам отыр, үйінен келген қонақ құр кетпеген. Саматтай баласына мың рахмет, шаңырағын әкесінің кірлетпеген. Жаңарқаға Алланың еу нұры жаусын, ақынның Дүйсенбайдай құрметтеген ай ей Сайраған сахнада ақын қандай, қалың елді қызыққа қатырғандай. Шапансыз бұлайсызға келіп қапсың, енді жауап бересің қалай батырғандай. Галстук тағып костюммен жетіп кепсің, кәдімгі қызметке жақын жандай. Ақынның Дүйсенбайда еу асын емес, әкіммен кездесуге шақырғандай ай Костюмменен сахнаға шығыпсың деп, Айтеке бауырыңа күліп бердің. Мен кеше Алматыда жүрген едім, бауырымда Алатаудай биік төрдің. Ол жақта көлігіммен барған едім, шақыруы түскен соң жігіттердің. Дәл бүгін Дүйсенбайдай ағамызға айтыстың болатынын біліп келдім. Кешігіп қалмайын деп Жаңарқаға 160-170-пен ұрып келдім. Шапаным Қарағандыда үйде қалған, басына қойған едім іліп төрдің. Айтысқа үлгермейтін болғаннан соң, көлігімді шет жақтан бұрып келдім. Жаңарқа ақындардың бөзін емес, сөзіне қарайдау деп үміттендім. Сондықтан
сондықтан айып етпе айтпай аға, Алла қалап үлгеріп кіріп келдім, Дүйсенбай ағамыздың айтысы деп, ұйықтамай мың шақырым жүріп келдім. Ініңем өзіңізден кеңес сұрар айтыста алғаның көп белес шығар, жаңарқаға шапансыз кеу қауіпті емес, демеңіз қуғаныңыз елес шығар. Жаңа медет ініме шапан жапты, ондайға мына халық әуес шығар. Сондықтан да шапанға қам жемеймін, демеңіз бұл айтқаның әбес шығар. Шапансыз қайтармайды-ау дидарды да, жаңарқада жалғыз шапан емес шығар. Күй шертіп Мағауия ақ қыздардай, ән айтып ақан сері ақ мырзамдай. Өнерлілер жиналды бүгін міне, арқаның аламануын ақ қызғандай. Жырым менен халықты жылытайын, жалыныңның көмірін жаққызғандай. Дүбірлетіп кетейік мына жерді, Ақтаудың ақ құйрығын шапқызғандай. Ағайын құшағың ал ақындарды, брендовый шапаныңды жаққызғандай. Жырыммен сіздерді де қыздырайын, жаңарқамның қымызын угагай татқызғандай. Кез қылдың сақынады, текті айтпайды, текті айтпайды және де етті айтпайды. Екеуміз бұрын талай кездесіп ек, ол айтысты көрермен көп мақтайды. Бірақ ылғи сіз жеңіп кететінсіз, бауырың оны қалай бетке айтпайды. Ал бүгін тәуекел деп тағы шықтым, қанша рет жеңілсем де бет қайтпайды. Бұқар жырау ақыны беттегенмен, шегініп артқа қарай шет қайтпайды. Дүние кезектеген әңгімені, негізі атам қазақ текке айтпайды. Демеймін құшаққа елден алмайсың, демеймін жүріс жауап бер алмайсың. Сен деген бұқар жауда жұмыс істейсің, шеттемін деп мақтанып неге алдайсың. Бұл жақтың айтпай сұлу қызын алған, сондықтан маған бүгін ер алмайсың. Жанарқаның айдай сұлу қызын алған, айтпайды осы жақта жең алмайсың. Байқасам дидарыным мерген екен, Алматыдан Жаңарқаға желген екен. Үстіне костюм шалбар киіп алып, Жаңарқадан шапан табам деп сенген екен. Жанарқаға береме деп келді десем, Жанарқадан алам деп келген екен. Газеттің құны биік талған барда, егерде
бой бермесе жалғандарға, газет халықтың көзі құлағы деп айтып кеткен ахаңдай тарландарда, Ленин жолы новая істеп Жанарқаны басқарғанның рахмет заңғарларға. Осында тұр алғашқы өлеңдері жарық көріп жұлдызға, осында тұр алғашқы өлеңдері жарық көріп бақтары жанғандарда. Ауданның газеті деп менсінбейді, шығатын газет қой деп аудандарға. Арналған газет болсын аудандарға, жеткізген талайларды армандарға. Жанарқа жанға шуақ нұр сепкендей, жақсылыққа жаршы жоқ білсек сендей. Ауданның редакторлары осында отыр, ынтымақ танытып тұр бөлшектенбей. Жанарқаның газетінде бәрі бар ғой, халыққа ақыл кеңес көрсеткендей. Елге рухани азық сыйлап келет, қарлығаш қанатымен су сепкендей. Аға мен бауырына ашқан құшақ, өлеңнің созылмасын дастан құсап. Екеуміз бұқа жырау ауданында ағыны боп жүрушек достар құсап. Ал бүгін шеттен келдім деп отырсың, кәдімгі сахнада сасқан құсап. Бет аузыңна жүнтік қаптап кетті, қыдырып қырынбаған мастар құсап. Қалбалақтап қасыма қайдан келдің, құрбандыққа шалынатын қошқар құсап. Ел ғой бұл қымызымен берген шайын, шаттанам Жаңарқаға енген сайын. Бас редактордың өзі кеп жауып жатыр, қуанам бұл жандарды көрген сайын. Жаңарқадан алуға келдің дейсің, ішіп қана қайтпаймыз төрден шайын. Алдымда ырсалдыдай апам отыр, шапанын жабатығын сұрамай-ақ келген сайын. Қылады халық сенің жырыңдаңыз дәл осылай тұғырда біз, көселер сақалымды көре алмайды, демейді ғой сізге ешкім қырынбаңыз. Жаңарқадан қыз алғам деп қоясыз, жігіттің үні болып үнің нағыз. Алған жарың шеттікі емес беді, айтеке аяқ асты құбылмаңыз. Еркекше айтысқайсың бұл дүйдармен, артына қайын жұрттың тығылмаңыз. Себебі болмаушы мед әрекестің сізге айтпа демейді өлең ешкім. Бұқар жырауда істейсің деп жатырсыз,
сондықтан айтпа дейсіз. Олай сөйлеу біздерге тән еместін. Айтпай аға, мен тойған жерді көрген кезде туған жерін ұмытып кететін жан емеспін. Айтекем қошқарсың деп ойда ақтарған ой барау құрбандыққа соймақ болған. Құрбан шалу әжіп қой мұсылманға. Құран кәрімде көрсеткен айғақты Аллам. Қуантып Ибрахим пайғамбарды, аспаннан көк қошқарды сайлап Аллам. Сол ойменен Айтекең мына мені құрбандық қыламын деп қолына қанжарменен қайрақталған. Соям десең соя бер, ау Айтеке. Жоспарың осы болса ойлап болған. Құрбандық болған қошқар бақытты ғой, несі жақсы бос қөлетін қой боп қалған. Еркек тоқты құрбандық нар тәуекел, қай жерім артық менің қайраттардан. Ас беріп Құран бүгін оқытқан аруағын ауай. Ағамды тек сыртынан білетінем, атағы жайылған соң бармаңына. Шымболатпен шайқасып бір кездері, жырлары жарық берген жан-жағына. Осыдан 10 жыл бұрын жезқазғанда айтыс бар деп шақыру келген еді ауданыма. Сол айтыста Дүйсекең басқазы боп, сөзіміз сай келіп ет талғамына. Бас бәйгені маған өзі тапсырған ет, ұстатып сол жүлдені қолғамына. Сол уақытта ерекше қуанғанмын, жезқазған айтысына барғаныма. Дүйсенбай атамызды көзбен көріп, бір жетіп қалған едім арманыма. Сол уақытта ағайын шын қуандым, қолынан кеп жүлдені алғаныма. Қолымдағы дүниені алған емес, ағамның қолын алып қалғаныма. Аламыз үлкендерден қашанда ақылы, ақындар жырдан мүсін қашап жатыр. Биыл талай ауданға 90 жыл ғой, Жаңарқадан 1 жылға рас алда тұр. Бірақ айтыс жасама ешқайсы да, жұлдыздарды шақырып босап жатыр. Ал Жаңарқа алдырып ақындарын, солардан өлеңменен өшап жатыр. Жаңарқа қай кезде де Жаңарқа ғой, сіздерден үйренеміз қашанда ақыл. Аудандардың жасамаған бұл айтысын, газетінің тойының өзіне жасап жатыр. Осы той Жаңарқадан басталғалы, халықтың орындалар
Бұл өлке қай кезден ақ таланттардың бақытына баратын баспалдағы. Кешегі байдалы мен шоң билерім, ақыл ойдың ең биік асқарлары. Сейфолланың сәкені, сіздердегі қазақтың қара бауыр қасқалдағы. Ақселеуі тербелген боздала ғой, туылған ақселеудей хастарланы. Қайрат пен Бекболаттар ән салғанда, аққуға үні жеткен аспандағы. Ермек пен Дүйсенбайлар айтысымның қолтығынан сүйеген қосбалдағы. 90 сөзді тобықтай түйіндесем, мынау ғой айтар ойдың астар мәні. Бүкіл аудан жұмылса жұдырық боп, жаңарқа бес саусақтың бас бармағы бай. Жырыңнан елде шөлін қандырып қалсын Халықты айтпай ағам таңдып қалсын. Уытты сөздерімен бұл ағамыз қоғамның тісіндегі қаңғыртталсын. Жасындай боп жарқылдап жас кезіңнен, Айтеке Сандоданы жаңғыртқансың. Саматпен де айтысып сақынада, ауылыңның намысын санжыртқансың. Саматтың ең соңғы қарсыласы қасымдағы айтпайдай ағамыз ғой. Қолды соғып ендеше ел құптарсың. Самат ағам содан кейін шықпай кетті. Сөзінен неге Айтекең жаңылып қалсын. Бірақ қолды соғатын түгі де жоқ. Бір айтыста ағамды жөн тұтқансың. Сақынада жүретін Саматымды сананың айтысында сен құрытқансың. Не жетсің үлкен тойды қолдасқанға, Жанарқаның ел жұрты қуанып еді. Саматтай ат тұяғын тай басқанда, Нарманбеттің айтысында дүрілдеп еді. Құнаннан озып шықты жарысқанда, бас жүлдені Жанарқаға алып келіп, Ақбоз атпен шығарған Айдаспанға. Сөзіне мына халық үйіп отыр, айтқанын көңіліме сыйып отыр. Ат тұяғын тай басар дегендейін, баласы айтыс келді жиып отыр. Самат бүгін сахнада көрінбесе де, айтысқа қомақты ақша құйып отыр. Сахнада зияны тимесе де, спонсор боп пайдасы тиіп отыр. Айтысқа куә болып халқым отыр, елді көріп көңілім шалқып отыр. Дүйсенбайлар айтыстың ажар еді, оны көрген ағайын алдымда отыр. Дәридай Мұқашпенен айтысқанда, атаны бет Дүйсенбай ақын шопыр. Даридайлар домбыра тартылмаса, Мұқағали домбыра тартып отыр. Дүйсенбайға айтысым арналған соң, беделі бұл айтыстың артып отыр. Доскейлерден жалғасқан тек өнердің, Дүйсенбайлар жалғаған алтын көпір. Көрсе де өмірдің тұщы ащысында,
ризамын ұл өнердің сақшысына. Шөп шапты, малда бақты, елде жүрді, атқарды маслихаттың хатшысында. Ауданда әкім болды, агрономда, жұмыстың көрді қиын жақсысында. Біз бірақ бүгін бола алмаймыз, атқара алмаймыз ол атқарған жұмыстың жартысында. Ілінбей жаламенен парағада, сүрінбей өткен адам ащысында. Қашанда ер жігітке ақыл көріп, өлгенге не жетеді батыр болып. Жан айттым Дүйсенбайдай ағаларым, бұл жақта қызмет етті әкім болып. Талай елдің тойларын басқарып ет, бір туғандай боп кеткен жақын болып. Акым болып істесе де хатшы болып, қала десте мәңгілік ақын болып. Ақынбыз әрбір сөзін алмас қылған, сертінен айтқан бүгін тамбас қылған. Саматтай баласына мың рахмет, әкесінің дәстүрін жалғастырған. Көңілің дидарыным жай болса екен, дидар жан төрт түрлігін сай болса екен. Үстіне жасыл шапан киіп алдың, көңілің жаңарқадай бай болса екен. Айтыс жасап жатқан елге мың рахмет, түрлерін ақындарға сай болса екен. Әкімнің құлағына алтын сырға, бұл айтыс дәстүргенді айналса екен. Ағайын жаңарқалық сөзі қадайы, белгілі ғой көкірек көзі бары. Жаңарқаға барамын деген кезде айтып ет ауылдың бір сөзі бары. Деді ол жаңарқелі ақындарға негізі шапалақты аз ұрады. Сол айтқаны рас боп қалмас екен, белгілі ақындардың назы бары. Жаңа айттым мың шақырым жолдан келдім, отырмыз сахнада тозып әлі. Жеткенше бүйрегімді жол соқты ғой, ауруымда барады қозып әні. Сондықтан қолдау беріп отырыңдар, болмасын тұла бойдың азынауы. Жол соққанда ауырған бүйрегіміз, тек қана қол соққанда жазылады ғой. Айтеке бізге мәлім нөпір күшің сан рет топтан озған отылмысың. Үстіңе жасыл шапан кидің дедің, киіміме көзі түскен ақынбысың. Қызын алып кеткенің аз болғандай, сенде шапаннан дәметіп отырмысың. Бір едік топқа қосқан бөрік тұлдың, жақсы айтыс шығады деп сеніп тұрмын. Дүйсекең әкім болған деп екі рет айттың, осылай мынау елге жөнік тұрдың.
әкімнің қабылдауына келіп пең деп, маған да өлең жырды бөліп тұрдың. Өз сөзіңнен ұсталып отырсың ау, костюммен сахнаға еніп тұрмын. Әкімнің шақыруы болмаса да, әкімнің айтысына костюммен келіп тұрмын. Жаңылтпа ақиқаттан тілімді аллайо, өлеңсіз ағайынға құным бар ма? Жақсыны арамызда жүрген кезде, күндеп тыным бермейміз шыбын жанға. Осынау Дүйсенбайдай ағамыздың қадіріне жеттік пе ғұмыр барда? Ал бүгінде сағынып еске аламыз, қайта айналып келмесін ұғынғанда. Бұл қазақтың көздері ашылады, асылдардың көздері угагай жұмылғанда. Жаңарқам талай тойға куәгерсің жасағаның атамызға құран мен дұға болсын. Әкімге айтып жатқан Айтекеңнің сөздерін ағаларда ұға берсін. Ағамыздың бұл айтысы дәстүрлі боп, жылдақындар атпасын бұра берсін. Дүйсенбайдай осындай ағалардың жас балалар жолдарын қуа берсін. Газетіңде жабылмай ендігәрі, ел санасын білімге бұра берсін. Жаңар халық әр үйге Алла қалап, береке ырыспенен шуақ енсін. Сіздерге қастық ойлап жүргендердің тіл жағын жаратқаным буа берсін. Осы тілек қабыл болсын деген жандар тоқтамай шапалағын ұра берсін. 80-ге келіп жатқан газетіңіз тоқтаусыз Алла қалап шыға берсін. Салтанаттай тәтеміз аман болып, сәні мен салтанаты жарасып тұра берсін.